Табан терісін қалай жұмсартуға болады? Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен керек арнасы. Күнде тек аяққа ғана емес, табан терісіне де күш түседі. Ол табан терісінің қатаюына, құрғауына әкеледі, және онда сүйелдер пайда болуы мүмкін. Оған қоса, күтімнің жетіспеуі, кей әдеттер мен аурулар да оның өзгеруінің себебі бола алады. Табан терісі проблемасының пайда болуына не әсер етеді? Және оның жұмсақтығын қалай қайтаруға болады? Табан терісінің қатты болып кетуінің көптеген себебі бар. Оған ыстық пен ылғал жағымсыз әсер етеді. Мысалы, ғимарат ішінде қысқа аяқ киіммен жүру және қыста жылытқыштар қосылған кездегі ауаның құрғап кетуі, ағзаға А және Е дәрумендері жетіспесе, табан терісі қатайып, қатты құрғап кетеді. Егер ыңғайсыз әрі синтетикалық материалдан дайындалған аяқ киімді жиі кисек, ол аяқтың терлеуіне, қажалуына ықпал етіп, оның сыртқы түрін нашарлатады. Табан терісінің қатайып, дөрекіленуінің тағы бір себебі аурулар. Мысалы, дерматит, саңырауқұлақты аурулар немесе қан айналымының бұзылуы. Құрғақ тері ас қорыту, гормонды күй немесе зат алмасу проблемаларын көрсетуі мүмкін. Диабетпен ауыратын және қалқанша без проблемалары бар адамдар өкшенің жарылуына және табан терісінің құрғақтануына жиі тап болады. Дұрыс таңдалмаған күтім құралдары немесе кей құралдары жиі қолдану табан жарылуына келеді. Мысалы, пилингті өте жиі жасау теріні әлсіз етеді. Табан терісінің дөрекіленуінің тағы бір себебі жас ерекшелігіне байланысты болатын гормонды өзгерістер мен зат алмасудың нашарлауы. Сол үшін де дене жасушаларды қайта қалпына келтіру процесін сирек жүргізеді. Бұл сыртқы қабаттың қалыңдауына келеді. Оған қоса жас ұлғая келе, табандағы қорғаныш май қабаты жұқарып, тері құрғақ бола түседі. Ал ол оның жарылуына және сүйелдердің пайда болуына келеді. Табан терісін дұрыс күтім құралдары арқылы жұмсартуға болады. Бірақ әсіресе ашық аяқ киім мерзімі басталған кезде оны жүйелі түрде жасау керек. Аяққа арналған крем қолданыңыз. Тері жыл мерзіміне және оның сыртқы жағдайына қарамастан күтімді қажет етеді. Сондықтан ол құрғақтанып жарылмас үшін аяққа арналған крем қолдану маңызды. Кремнің құрамына мән беріңіз. Оның құрамында альфа-гидрокси қышқылы бар түрін алған жөн. Ол эпидермиске ылғал ұстап тұруға көмектеседі. Ал қатты жарылған тері бөліктеріне ланолин жақсы. Егер теріңіз аллергияға бейім болса, міндетті түрде сезімтал теріге арналған өнімдерді қолданыңыз. Аяқты қасымаңыз. Кейде аяқтың жарылған терісі қышиды. Алайда оны қассаңыз, ол бактериялардың таралуына келеді. Қышыған кезде табанға суық табиғи мата басыңыз. Немесе жұмсақ тазартып, қабыршағын алып ылғалдандырыңыз. Табаныңызда осындай проблемалар болса, қандай ем қабылдайсыздар? Төменде жаза кетіңіздер.